119 кітап Дулат Исабековтің «Гауһар тас» повесті енген шағын ғана кітап, 99 беттен тұрады. Жалпы Дулат Исабековтің бұл бізде 3-ші шығармасы. Енді ол кісінің 1942 жылы 20 желтоқсанда туғанын білеміз, және осы биыл 2025 жылы 21 ақпанда 82 жасқа толған шағында о дүниеге аттанғандығында білеміз. Енді бұл «Гауһар тас» повесі негізі ол кісінің жас кезінде, әскерде жүрген кезде жазылған деседі деген мәліметтер бар. Енді повестті өзіне келетін болсақ, повесте бірінші жақтан баяндалады, мен деген жақтан. Енді мен өзін айтып тұр ма, әлде басқа адамның орнына қойып тұр ма, ол бізге беймәлім. Десек те өзі мен деп айтылатын бұл повесте өзінің аты көбінесе Дударбас деп, әкесі оны Дударбас деп атайды. Және өзінің туған ағасы, Ыбыш деген ағасы, әке-шешесі, баршасы осы бір қой баушы отбасыда өмір сүріп жатады. Және мектеп бітірген шағы болу керек. Шамамен 16-17 жастағы, себебі сол жылы оқуға түспекші болғанмын дейді. Туған ағасы Ыбышты сипаттайды. Әкемнен аумай қалған, мінезі тұйық. Сол Ыбыштың дүниеде бір ғана қызығы болатын, ол көкпар, жаңағы бәйгеге қатысу дейді. Сондай бір күндердің күнінде бұл оқуға тапсырып кетпекші болған сәтте әкем аяқ асты Ыбышқа келін түсірді дейді. Салтанат деген бір үзіліп тұрған бойжеткен қызды үйге алып келді. Содан ағам аяқ асты үйленетін болды. Ыбыштың сондай бір тұйық мінезін сипаттайды. Тіпті оған осындай күні үйленесің деген кезде ешқандай әсер білдірмей, үйленсек үйленеміз дегендей ғана суық қабылдады деп келтіреді. Сонымен осы Салтанаттың төңірегінде өрбиді повесть. Салтанат сондай бір керемет мінезді, сұлу бойжеткен болады. Ыбыш ағасына тура айтқанда лайықсыз болып көрінеді. Ауылындағы бірнеше ағайыны да Ыбыштың Салтанатқа лайықсыз екендігін айтады, бірақ ағасының намысына тырысып, ол оған дес бермейді. Сонымен Салтанат пенен осы Дударбастың арасында керемет бір жеңгелік, қайындық, сондай бір жақсы қарым-қатынас орнайды. Сондай туған бауырындай, туған әпкесіндей қарайды. Күндер өтеді. Салтанат пен Ыбыштың арасында керемет бір жақсы қарым-қатынас орнай қоймайды. Bir жолы сондай Ыбыштың бір арғымақ аты болады. Сол атқа біреу тисе, сондай бұлданып, жаңағы бұлқан-талқан болатын Ыбыш бір күні Салтанат жылқысын алып шығып, аңға сергу үшін шығып қайтқан кезде, сол жылқы үшін үйде үлкен дау болып, артынан Ыбыш келген кезде Салтанатқа Ыбыштың қол көтергендігі мәлім болады. Және сол атқа соншалықты атты жақсы көргендіктен Ыбыштың өзі тіпті жаяу жүретін, қолына жетектеп деген секілді келтіреді. Сондай бір аялаған жылқысы болған болу керек. Салтанаттыға қол көтергені намыстанған Дударбас Ыбыштың жылқысын барып жарып тастамақшы болады. Сонда адамның жанынан артық болған ма, бұл малдың жаны деп өзін тағы бір ашуланған, намысқа келген қырынан көрсетеді. Алайда қораға жақындаған кезде алдан әкесі шығып, жаңағы тоқтатып, екеулеріңде біреуің тұйық бұйығысыңдар, біреуің ұрыссаңдар, бір-бірлеріңе жаруға дейін барсыңдар, кейін мен өлсем қалай боласыңдар деп ұрсып тастайды. Тағы да бір сондай оқиға болады. Қатты бір боранды күні Ыбыш келсе, жаңағы бұйрабас келсе, Ыбыш Салтанатты да қойды іздеуге шықсын деп үйден шығарып жүрген екен. Дала болса түк көрмейтін ақ түтек боран. Сонымен жаңағы боранның ішінде бір молаға кезігіп, моланың ішінен бірнеше сағаттан кейін әбден жаурап, боранға тоңазып қалған Салтанатпен сол жоғалған қойларды тауып үйге әкеледі. Салтанат бірақ сол жолы қатты суық өтіп, бірнеше уақыт ауырып, қатты науқас болады. Сол секілді бірнеше оқиғалар болады, бірақ айтатын басты идеясы Салтанат пенен Дударбастың және қайнысының арасындағы керемет татулық,
тіпті сол Дударбасқа қайнысына Салтанат кейін сен үйленесің, сенің әйеліңе деп сондай қол өнерімен неше түрлі киімдер тіге бастайды. Бір жолы бір Дударбас мен деп келетін жаңағы бірінші жақтағы автор әскерге кететін кезім келген кезде жаңа повестка келеді ауылға. Сол кезде Салтанат қатты құлазыды, көңілі құлазып, сондай бір қатты көңіл күйге түсті деп жазады. Бірақ 3 жыл деген өте шығады ғой, мен тез келем дегенде Салтанат тым болмаса келініңді үйге кіргізіп кетпедің бе, біз сені күтіп отыратын едік деп өзінің тілегін білдіреді. Бұл повестің аяғы Салтанаттың аяғы ауыр болып кейіннен босануға шақ қалады. Сол босану барысында о дүниеге аттанып кетеді. Аяқ жағы қайғылы оқиғамен аяқталатын бұл повест. Және бір түйетіні осы сондай бір ауыр жағдайдан кейін Дударбас әскерге кетіп бара жатқан кезде әкесі оны шығарып тастамақ болып бірге ереді. Сол кезде осы Салтанаттың бейітіне барып Құран оқымаққа бұрылған кезде бір төмпешік секілді бір аң құс екен белгісіз не екен деп жақындап кеп қараса, осы Ыбыш екен. Сөйтсек Ыбыш бастапқыда Салтанат о дүниеге аттанған кезде ешқандай әсер білдірмегенімен іштей қатты күйзелген және іштей өз-өзін жеген халде екен. Сол кезде әкесі барып зекіп ұрысқан кезде менің осындай жансыз, осындай бұйығы тұйық болғаныма сен кінәлісің, сенің тәрбиең деп әкесіне бұра айтып салады. Сонымен ары қарай әскерге кетеді. Бұл повесте өзі аяғына қарай жылжып тәмамдалады. Керемет жақсы повест, нәзік, көп бетте тұрмайды, оқып шыққанға жеңіл, сіздерге оқығанға ұсынылатын кітап болып табылады. Бұл бізде 119-шы кітап, енді 120-шы кітабымызды анықтасақ. 120-шы кітабымыз Ғабит Мүсірепов «Ұлпан» романы.